Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз Шиелі ауданы Бестам ауылындамыз. Мына жақта мына орталығындамыз. Мына жақта мына мешіт орналасқан, одан кейін акимат орналасқан. Оның арт жағында мына жақта мектеп орналасқан. Өте жақсы. Мына жақта детский площадка, балдар ойнайтын ойын алаңы бар. Біз соны көрсететін боламыз. Мына біз мына жағымызда қара тобымыз көрініп тұр. Жақсы, өте жақсы дамыған, Шиеліден жақын орналасқан ауылдардың бірі саналады. Міне мына жақта көшесі бар. Арада міне клуб, магазин бар бір жерде. Жақсы. Мына жақта міне қазір ойын алаңын көрсететін балдарға соғып берген. Осы 1-2 жылдың көлемі болды. Өте керемет. Қазір енді жақсы дамып отыр ғой. Әр ауылда десек те болады. Осындай ойын алаңы бар. Мына жақта Алмасбек баламыз ойын ойнап жатыр. Мына. Иә. Мына, иә. Күшті. Жақта оны олай істемейді негізі Алмас. Мына жақта мына біріншісі өзінің салмағымен жаңағы қолыңды бұлшық еттерін дамытасың. Мына жақта аяқты, белді, екі аяқты қойып қой, белді істейді. Нарада да мына екеу, парны екі, мына жақта біреу, екіншісі мынау тұр. Мынау енді нарада екі аяқты салып қойып, нарадан былайына тербетіп істейді. Мына жақта велодорожка, мынада екі аяғында қойып қоясыз. Екі қолмен жаттығу жасауға болады. Мына жаққа келетін болсақ, біздің Брусияда білесіздер. Брусияны барлықтарыңыз. Және де нарада жатып көтеретін мысалға андай болатын болса, штанга болатын болса, жатып көтеруге болады. Және де мына жағымызда турнигіміз, үлкен турнигіміз бар. Мына жақта мына кішкентай турниктеріміз бар. Мына жақта мына үстіне өрмелеп шығатын кішкентай балдарға арналған өте керемет жақсы ойын алаңын салып берген. Мына жақта мына күшті, керемет. Мына жақта мектебіміз бар. Мектептің арт жағы. Мектепті де соққанына 3-4 жыл оқып қалдайдың. Өте керемет, іші өте кең. Балдардан риза. Күшті, жақсы. Жақсы, сау болыңыздар, әдекі каналдар келіңіздер.